Мен жайлы сұрадым шыныңды кел жаныма сен тұрма босқа ұялып бұлай. Ағайынды Мақсат қыздары бағын жаққан таланттардың бірі Аружан Бекболат. Бүгінде тыңдарман оны Құлан Ару деп таниды. Алагөзова шығармашылығын өз қолына алып, қанатының астына тартқанда осындай сахналық есім берген. Дәл осы нұсқаға тоқталу бекер емес. Еркіндік, тектілік, даланың қайсар қызы деген мағына білдіреді екен. Бәрі сұраған менен неше жыл мен айтпайтынмын не керек деп, бірақ 7 жылға келісім шартқа қол қойдық. Енді 1 жылы өтті деп айтсам болады, 6 жылы қалдық. Келісім шартта қандай талап тілектер жазылған? Мәселен, тұрмысқа шығуға болмайтыны көрсетілген шығар. Қызығы, біз Баян Мақсат қызмен бірге сөйлескен кезде ол айтқан болатын: я не могу запретить себе выходить замуж или рожать детей. Мен әйел бақытына қарсы емеспін, мен әйел бақытын қолдаймын. Сондықтан егер де тұрмысқа шыққың келсе, келіп 3 ай бұрын айт маған деді. Тұрмысқа шығып, келіп жұмысын жасай бересің. Шаңырақ көтеруіне кедергі жоқ, дегенмен сахнаны ас үйге ауыстырып, өнерден бас тартса, айыппұл арқалауына тура келеді. Егер уақытынан бұрын келісім шартты тоқтататын болып жатсаңыздар, жалпы ондай мүмкіндік бар ма? Қалауыңыз орындала ма? Ондай мүмкіндік бар, бірақ ол жерде штраф бар. Өте үлкен. Қанша екенін біле аламыз ба? Мен білмеймін, оны айтуға болмайтын шығар, бірақ өте үлкен. 100 миллионнан жоғары деп айтайын. Бірнеше есе жоғары. Дегенмен отбасылық өмірге аяқ басуға асықпайтынын жеткізді. Шығармашылығыма ден қоямын дейді. Талаптар легі біраз екенін аңғарып, тағы қандай шарттар барын сұрадық. Неше пункттен тұрады? Сіз онда не енгіздіңіз дегендей? Өте көп. Мен ештеңе енгізген жоқпын. Менде ондай құқық жоқ. Мен келісім шартты оқыдым, қолымды қойдым, болды, келістім. Өте көп. Кешікпеу бар. Тағы не бар? Жаңа костюмдарды относиться бережно костюмдарға, уақытында келу. Мысалы, бізде басқа қалада концерт болса, аэропортқа кешікпеу, көрінген жерге бара бермеу, клуб бар деген жерлерге болмайды баруға. Кездесулерге тыйым салынбаған, алайда танысуға құлқым жоқ дейді өнерпаз. Сізді сырттан бақылап жүрген серлер көп қой. Сіздің қалауыңызды білейікші, қандай азаматты қасыңызда елестетесіз? Қазақ болу керек, міндетті түрде қазақ болу керек. Жалпы өзіміздің жігіттеріміз жақсы ғой, қазақтың жігіттері. Сосын ақылды болу керек. Андай түр дегенге жоқ, түр. Менен бойым ұзын болу керек шығар. Биік сезім болып жүреміз. Иманы өте мықты болу керек, сабырлы болу керек. Аталған қасиеттер бойыңыздан табылса, мүмкіндігіңіз бар екенін ескерерсіз, кім білсін. Жоспарында болмасаңыз да тағдырына жазылып қаларсыз. Қойшы әлі баладайсың,